Бисмиллах деп бүгін сіздермен балғын балақ шағымның бал дәмі муравейник печеньесінің рецептімен бөлісемін қыздар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Алдымен майымызды осылай ерітіп аламыз. Мен үнемі осы майды қолданамын, сіздерге де осы майды қолдануға кеңес беремін. Одан соң үстінен қантты және қаймағымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Қант толық еріп, қаймақ толық араласқанша. Одан соң ұнымызды салып қамыр илейміз. Описаниеге рецептісін қалдырамын қыздар. Міндетті түрде дәл сол рецептпен жасаңыздар, артық зат мүлдем қоспаңыздар. Біздің қамырымыз осындай болып шығуы қажет. Теңдей 2 бөлікке бөліп, пакетке салып, 2 сағатқа морозильникке қатқанша жібереміз. Қыздар, егер видео ұнаса, каналыма жазылып лайк басып пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецептермен бөлісетін боламын. Дәл осылай бетін жауып морозильникке жібереміз. Қамырымыз қатқаннан соң морозильниктен алып, терканың, яғни үккіштің үлкен бетінен осылай екеуін де бірдей өткізіп, алдын ала қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Дәл осылай өтеді қатса. Міне достар, мен толық өткізіп болдым. Алдын ала қыздырылған пеште пісіріп алып, ыдысымызға салып, осылай үгітіп жібереміз қолымызбен. Майға еленген зат болған соң осылай тез-ақ үгітіледі. Ал енді кремін дайындаймыз. Крем үшін молокоға майды салып, миксерлейміз. Біркелкі масса болғанға дейін. Міне осылай. Менде майдан молоко көбірек болады кремде, сондықтан печенье тәтті әрі дәмді болып шығады. Кремді салып, толық осылай араластырып аламыз қыздар. Толық араласып болғаннан соң өзімізге керек кез келген формада стакан немесе басқа да заттарды қолданып печеньеміздің формасын келтіріп аламыз. Мен бүгін дихлофостың қақпағын қолдандым. Міне осылай бір ұрғаннан әп-әдемі болып түсе қалады. Міндетті түрде әр печеньені түсіргеннен соң ыдысыңызды суға батырып отырыңыздар. Сол кезде сіздердің муравейниктеріңіз шашылмай, әрі осылай әп-әдемі болып түседі. Міне қыздар, біздің печеньелеріміз дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.